Тоқаев Ресеймен келісімшартқа отырды. Ешкімнен ақыл сұраған жоқ. Сенің қалауыңсыз, менің қалауымсыз, тұтас қазақ халқының қалауынсыз Ресеймен елдікті, егемендікті жоятын келісімшартқа отырды. Ресеймен одақ болды. Бұл келісімшарт бізді елден де, жерден де, отаннан да, мемлекеттен де айыратын теңсіз келісімшарт. Және Тоқаев Қытайды қазақ жеріне әдейі қаптатып отыр. Қазақ жерінің шығысын, оңтүстігін Қытайға кесіп бермек. Қазір Қытайлар Қазақстанды өздерінің отары деп біледі. Қазақстанның халқын қайыршыландырып жатыр. Міне осындай зұлымдықтарға үнсіз көніп отырған сен, екі дүниеде де жаратушының қарғысына қалып қоясың. Сол үшін жаратушының қарғысына қалмау үшін, жаратушының бұл сынағына сен қарсы қарекет жаса. Қытайға, орысқа қарсы күресіп жатқан атажұрттың азаматтарын қолда. Кем дегенде өз ойыңды ашық айт. Атажұрттың азаматтарын нақақ соттауды доғарыңдар, тоқтатыңдар деп азаматтық ұстанымыңды білдір. Бұл сенің Қазақстанның ата заңында көрсетілген өз ойыңды ашық айтуға заңменен кепілдік берілген азаматтық, конституциялық құқың. Ендеше Қазақстанның ата заңында, конституциясында көрсетілген құқыңды пайдаланып, өзіңнің көзқарасыңды айт. Атажұрттың азаматтарына қолдауыңды білдір. Бәріңді соттай алмайды, бәрімізді соттай алмайды. Мына зұлым билік үрей ішінде тұр. Ендеше үн қат. Құрметпен, Серікжан Біләшұлы.